Елеусіз қалған елді мекен Алматы облысы Арқабай ауылының тұрғындары өркениеттен адам іздеп шағым айтты. Олардың сөзінше мыңға жуық халқы бар елді мекенде газ, мектеп, балабақша тіпті жарықта келелі мәселе. Қажыған тұрғындар жақын арада көгілдір отынға қол жеткізбесек күніміз қиындайды дейді. Ауылдағы ағайынның базынасын Гүлмарал Изатқызы тарқатады. Талғар ауданына қарасты Арқабай ауылының тұрғындары арқамызды кеңге салып жүре алмаймыз, уайымымыз көп дейді. Олардың бастарманы көгілдір отынға қол жеткізу, бірақ шағымымызды тыңдайтын басшы жоқ деп отыр жергілікті жұрт. Газды бастадық дейді, ал газы да жоқ. Көп проблема. Айтса, ешкім керек қылмайды рас. Біз забросші бір деревня секілді қалдық. Бұл әлі жоқ міне. Неше жыл болды қақсағанымызға. Тұрғындардың сөзінше көмір мен отын бағасы жыл сайын қымбаттап жатыр. Қыстан қысылмай шығу үшін кем дегенде 200 мың теңге қаражат керек. Бұл көп балалы отбасылар мен зейнеткерлердің қалтасына ауырлық түсіреді дейді. Уголь 150. Бір қысқа көмір үшін 120-150 мың теңге жұмсаймыз. Одан бөлек ағаш отын керек. Оларды ертерек мамыр маусым айларында алып қоямыз. Өйткені жаздың соңына немесе күзге қарай бағалары шарықтап кетеді. Мен өзім екінші топтағы мүгедекпін, алатын зейнетақым жетпей қалып жатады. Панфилов ауылдық округ әкімдігіндегілер елді мекенге газ тарту мәселесі қаралып жатқанын айтты. Негізі мәселені 2019 жылы қолға алған екен. Арқабай ауылына қарасты газ мәселесіне келетін болсақ, бұл жерде үкімет тарапынан 207 миллион қаражат бөлініп, қазір Ремстрой деген организация жұмыс жүргізуде. Бұл мердігерлік компаниямен жаңағы келісім шарт бойынша бұл кісілер жұмысын жылдың соңына дейін аяқтау керек. Бірақ жаңағы біз енді кішкене тездету мәселелерін бәрін қарастырып, бұл кісілермен қазір келісім бар. 1 октябрьге дейін жұмысын бітіру. 1 октябрьге дейін жұмысын бітіріп, құбырдың ішіне газ жіберілгеннен кейін біз жаңағы жерде қоса бастаймыз. Газ тұрмақ тұрғындар үшін жарықта өзекті. Әкімдіктегілер оның да оң шешімі бар деп сендірді. Арқабайлықтарды алаңдатқан тағы бір түйткіл мектеп пен балабақшаның жоқтығы. Оқушылар 5 шақырым жерде орналасқан көрші ауылға қатынап оқиды екен. Бір үйде 5 баладан бар, 5 баладан бар. Не детсатымыз жоқ, не школға баратын балаларға. Немене дайын емес, сонымен жүрміз міне. Жергілікті билік білім ошағын салу үшін мектеп жасындағы балалар саны 300-ден асуы керек дейді. Ал елді мекендегі оқушылар саны 100-ге жуықтайды екен. Сондықтан оқу ордасының жақын арада бой көтеруі екі талай сыңайлы. Гүлмарал Изатқызы, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.